Осы келіп жеткен мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Наурыз мерекесі бізде ақмол болсын. Жаңағы біздің қазақша жаңа жыл деп айтады ғой, жылымыз жақсы басталып, берекелі жыл болсын. Ал бүгінгі біздегі тақырып бизнеске арналған. Амансыздар ма? Рахмет. Қаржыландыру жөнінде сіздерге бүгін айтып беретін боламын қазақ тілінде, яғни сіздердің сұраныстарыңызға байланысты. Менің есімім Айгерім. Бәріңіз танитын боларсыздар. Яғни бізде Wizards компаниясының директоры болып табыламын, және жетісу облысының іскер әйелдер кеңесінің қаржы мәселесі жөніндегі орынбасар боламын. Және де бұл бүгінгі тақырып бұл менің өзімнің практикамнан өткен тақырып болғандықтан сіздермен бөлісетін боламын. Мен даусым қалай естіліп тұр сіздерге? Жақсы? Әйгерім жақсы, сәлем, жақсы Жақсы. естіліп тұр. Жақсы естіліп тұр. Мгм. Жақсы, бұдан да жақсы естілу үшін мен сіздерге микрофон қосайын. Қазір 1 минут. Жақсы. Бізде кәсіпкерлерге арналған қаржыландыру түрлері өте көп. Иә, бізде ол жылына миллиардтап ақшалар бөлінеді, бірақ бізге кәсіпкерлер оны қолданбайды. Не себептен қолданбайды? Себебі бізде ақпаратты білмейді. Шынымен мұқтаж жандарға жетпей жатады, иә. Бұл қазіргі отырған адамдардың арасында грант алған, субсидия алған жандар бар ма? Бар болса чатқа жазып кетіңіздерші, плюс қойып. Қандай да бір мемлекеттік немесе гранттар жөнінде субсидия алған жандар бар болса, плюс қоя кетіңіздер. Бізде мемлекет тарапынан бөлінетін қаражаттар өте көп. Оның бірі мен өзім кәсібімді нөлден грант ұту арқылы бастағанмын. Сондықтан кез келген бағдарламаны біз бірінші өзіміз қатысамыз, одан кейін барып басқа біздің әріптестерімізге ұсынамыз, иә. Кез келген қолдауды біз ішінен зерттейміз, яғни бүкіл бізде шарттар деп айтылады ғой. Бізде көп адамдар не себептен дұрыс қатыспайды? Себебі ішінен шарттарды оқымайды, дұрыс ақпарат алмайды. Қазіргі таңда Инстаграм, бізде ТикТокта эксперттер өздеріне өз услугаларын сату мақсатында дұрыс ақпарат бермейді. Фейк ақпараттар өте көп, сондықтан даже былайша айтқанда алданып қалатын адамдар да өте көп. Одан кейін өзіміз грант ұтқандықтан уақытта біз қалай айтсам екен, бізде басқа адамдарға көмек көрсете бастадық. Бұл салада біз уже 7 жыл жұмыс жасаймыз. 1000-нан астам кәсіпкерлер бізден көмек алып, 100-ден астам кәсіпкерлер бізде грант ұтып, осы жолда бастады. Яғни бұнымен мен сізге не айтқым келеді? Яғни бұл шынымен алуға болатын қаржылар. Кәсіпкерлердің негізгі мәселелері не себептен сол қаржыландыруға қолдары жетпей қалады? Яғни бағдарламалар туралы білмейді, қате гранттарды таңдайды, құжаттарды тапсырған кезде қателіктерді жібереді, комиссияның талаптарын түсінбейді. Яғни қандай да бір бағдарламалар іске қосылғанда әр бағдарламаның өзінің миссиясы болады. Сондықтан егер сіз бағдарламаның миссиясын түсінсеңіз, сізге құжаттарды дайындау да оңайырақ болады. Бәрі естіліп, бәрі түсінікті ме? Кері байланыс. Грант алғам, субсидия алғам работниктерге дейді Салтанат. Сәлеметсіз бе, Мұхаббат? Біз бүгін қандай бағдарламаларды қарастырамыз? Бүгін біз тек қана актуальный деп айтамыз, қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған бағдарламаларды ғана қарастырамыз. Қазір көптеген эксперттер бізде 20 грант, 30 грант Қазақстандағы деп айтады, бірақ оның жартысынан көбісі даже өтінім қабылдамаған гранттар болады, иә? Сондықтан біз бүгін осы жылға сіздер қатыса алатын гранттарды ғана қарастыратын боламыз. Бірінші ол бізде 400 МРП гранты, ол еңбек бағдарламасы арқылы, яғни аты айтып тұр ғой, еңбек бағдарламасы, жұмыссыздарды жұмыспен қамту мақсатындағы ашылған бағдарлама бұл.
асоп бағдарламасы бір ауыл бір өнім бағдарламасы бойынша әлеуметтік кәсіпкерлер тізілімі, яғни реестр социальных предпринимателей деп айтылады қазірде. Әлеуметтік кәсіпкерлер тізілімі 5 миллион гранты кімдер қатыса алады? Тәуелсіздік ұрпақтары, Кока-кола белестері, субсидиялар мен жеңілдетілген несиелер туралы айтамыз, және халықаралық гранттар туралы айтатын боламыз. Былай айтқанда қаржыландыру жүйелері қалай жұмыс істейді? Яғни грант болмасын, несие болмасын, субсидия болмасын, бәрін өзінің бір шарттары болады. Бізде көптеген адамдар грантпен мысалы несиені шатастырады, иә? Мемлекеттік гранттар ол қайтарымсыз қаржылай көмектер. Яғни сіз ол шарттарды сақтаған болсаңыз, сізге ол қаражатты қайтару міндетті емес. Ал жеңілдетілген несиелер бізде ол сіз аз пайызбен ақшаны қайтару керек боласыз. Субсидиялар, яғни сіздің жаңағы шығындарыңызды жартылай өтеу болып саналынады. Халықаралық бағдарламалар, олар бізде гранттар болып табылады, және инвестор ретінде кіретін компаниялар да бар. Бүгін біз мемлекеттік гранттардан бастаймыз. Ол бірінші грант бізде 400 МРП гранты. Яғни бастапқыда айтып кеткендей, 400 МРП гранты бізде ол жұмыссыздарды жұмыспен қамту мақсатында ашылған грант. Мен өзім бұны 2019 жылы осы грант арқылы, ол кезде бізде 505 мың теңге ғана болатын гранттың суммасы. 505 мың теңгені ұтып, өз жұмысымды бастаған болатынмын. Қазіргі таңда ол сумма естіліп тұр ма, естілмей қалды дейді. Менің дауысым Естіліп, жақсы, онда естіліп тұр. Кімдерге естілмей қалды екен, естілді қайта дейді. Жақсы. Жалғастырамыз. 400 МРП гранты бұл кезінде 505 мыңнан басталды. Бұл жерде жұмыссыздарды жұмыспен қамту мақсатында болған. Енді қазіргі таңда бұл оңайтылды. Бұрын біз бір ай бойы офлайн барып оқитынбыз бизнес бастау сертификатын алу үшін. Қазіргі таңда бәрі онлайн форматта. Кімдер қатыса алады? Бұл жерге жұмыссыз азаматтар немесе 3 жылға дейінгі ИП-сі бар адамдар. Бірақ ол кісілер әлеуметтік осал топқа жату керек міндетті түрде. Яғни ол бізде кімдер? Көп балалы отбасылар жатады, мүмкіндігі шектеулі жандар, ерекше балалардың ата-аналары, одан кейін оңтүстіктен солтүстікке жер аударғандар, қандастар деген сияқты, және асыраушысынан айырылған жандар. Бізде қазір АСП деп айтады ғой, әлеуметтік көмекті. АСП алушы отбасылар қатыса алады. Бұл жерде міндетті түрде сіз осы әлеуметтік осал топқа жататын болсаңыз, сол бойынша пособие алу керексіз. Ол пособие сіздің осы әлеуметтік топқа жататындығыңызды растайды. Неге пайдалануға беріледі? Қаражат бізде құрал жабдықтар сатып алуға беріледі. Мысалы, сіз кондитер болатын болсаңыз, сіз бұл жердегі қаражатты құрал жабдық десек, пеш сатып алуға, миксер сатып алуға қолдана аласыз. Негізгі талаптар бизнес жоспардың болуы, яғни сол сайтта, порталда өзінің бизнес жоспары бар. Соны жүктеп алып толтыру керек болады. Соны қайттан жүктейсіз. Комиссияны міндетті түрде комиссияның алдында жобаны қорғайсыздар. Міндетті түрде бизнес бастау сертификаты болу керек. Так, Мұхаббат, мен 19 жылы алғанмын, 505 мың кезінде. Керемет. Қазіргі таңда бізде бұл өтінімдер business.еңбек.kz порталында қабылданады. Жылда 4 поток болатын. Енді осы жылы қанша болатыны әлі белгісіз, бірақ бұйыртса бізде апрельде басталады. Можно узнать, на каком портале зарегистрироваться. business.еңбек.kz. Қазірдің өзінде мен сіздерге көрсетіп бере аламын. Егер қазіргі таңда қазір. Так. Қазір мен сіздерге демонстрация қосып берейін. Так. Поделиться. Көрініп тұр ма сіздерде? Бизнес мына жерге еңбек.kz-ге кіру арқылы да көруге болады.
М, Міне осы портал арқылы сіздер өтінім тастай аласыздар. Бұл жерге не видно дейді. Қазір. Енді көрініп тұр ма? Яғни осы портал арқылы сіздер регистрация жасайсыздар, яғни тіркелесіздер осы порталға. Мына жерге гранты деп тұр. Мына жерде қазақ тіліне аударатын нүкте болу керек. Яғни мына жерге не үшін беріледі? Толық шарттары міне ашық, бізде сайтта бар. Ол ана жеке бір жабық ақпарат емес, кез келген грантта өз порталында, өз сайтында бүкіл ақпарат беріліп тұрады. Мына жерде жаңа мен айтып өткендей, кімдер қатыса алатыны туралы айтылып тұр. Сіз немесе тіркелген жұмыссыз болу керексіз, немесе жеке кәсіпкер ретінде 3 жылға дейін ашылған ИП-ңыз болу керек. Бірақ сізде көп жандарда ИП-мен қатар ТО-лар болады. Ондай жағдайда өкінішке орай сіздер бұл грантқа қатыса алмай қаласыздар. Соны ескеріңіздер. Одан кейін міндетті түрде осы категориядан бөлек тағы мына категорияның біреуіне жату керексіздер. Яғни бізде көп балалы ата-аналар деп айттық, жаңағы оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударған жандар, одан кейін пособие, жаңағы ерекше баланың ата-аналары, айырбас алушылар, асыраушысынан айырылған жандар және де қандастар қатыса алады. Бизнес бастау сертификатын алу керек міндетті түрде. Бизнес бастау сертификатында жылда бізде материалдар жаңарып отырады. Ол сіздерге өте пайдалы. Өздеріңіз өткендеріңіз дұрыс. 12 модульден тұрады. Әр модульдің ортасында тест бар. Тестті бір модульдан екінші модульға өту үшін тесттен міндетті түрде өту керек. Тестті дұрыс тапсыра алмасаңыздар, келесі модульге өте алмай қаласыздар. Осы портал арқылы өтінімдеріңізді қалдырсаңыздар болады. Келесі бізде Coca-Cola белестері. Бұл гранттық бағдарлама мемлекет тарапынан емес, бұл сіз бен біз сияқты кәсіпкерлердің, былайша айтқанда, жеке частный грант деп айтады ғой бізде. Coca-Cola фирмасын бәріңіз білесіздер, сол кісілерден бөлінетін грант түрі. Бұл негізі бізде бастапқыда тек қана әйелдерге арналған грант болатын. Қазіргі таңда әйелдер де еркектер де қатыса береді. Басты талап бұл сол Coca-Cola белестері сайтындағы, порталдағы оқудан өту керек, және сертификаттарыңызды алу керексіздер. Сертификатты алғаннан кейін барып, сіздер грантқа өтінім қалдыра аласыздар. Бұл грантты да мен сіздерге қазір көрсетіп бере аламын, қай порталдан көретіндеріңізді. Міне бізде Google-ға жазасыздар Coca-Cola белестері деп, мысал. Бірінші болып шығады. Міне CCB.KZ, осы жерде сіздер тіркеліп, міне начать обучение деп басасыздар да тіркелесіздер. Өз данныйларыңызды енгізіп, регистрация жасайсыздар. Одан кейін сіздерге, міне көрдіңіздер ма, кімдер қатыса алады? Бұл жерде сіздер қарамайды, ИП-ңыз бар ма, жоқ па, ТО-ңыз бар ма, жоқ па деген сияқты қаралмайды. Бұл жерде бәрі қатыса алады. Бизнес қымыз обучениясы бар, бизнес өркен бар. Бизнес өркен бұл жастарға арналған, бизнес қымыз бәріне арналған. Яғни осы оқуларды өтіп, одан кейін грантқа өтінім қалдыра аласыздар. Мына жерге алдыңғы жылдары кімдер ұтты, соларды кейстарын көріп шықсаңыздар болады. Яғни бұл да көрдіңіздер ғой, тек қана Google-ға жазу арқылы сіздер бұл гранттың түрлерін бәрін біле аласыздар. Ол ешқандай жабық ақпарат емес. Ол үшін біреуге қаражат төлеп, жаңағындай әртүрлі жағдайларға барудың қажеті жоқ. Өздеріңіз ашып оқысаңыздар, оның барлық шарттар сол жерге жазылған. Келесі грант бізде ол тәуелсіздік ұрпақтары.
Тәуелсіздік ұрпақтары бұл бізде жастарға арналған бағдарлама. 14 жас пен 35 жас аралығында көрдіңіздер ғой, иә? Бұл жерде де сіздің ипіңіз бар, немесе туыңыз бар деп қарамайды. Бұл жерде барлық біздің жастар қатыса алады. 14 жастан 35 жас аралығында басты берілетін 6 бағыт, оның бірі ғылым, бизнес, медиа, IT технологиялар, мәдениет, ерікті қызметкерлер, яғни волонтерство, иә, бізде. Осы 6 салада қандай да бір сіздің идеяңыз бар болса, онда сіздер қатыса аласыздар. Жыл сайын 30 жоба таңдалынады. Бұл жерде марапаттау бізде 16 желтоқсанда болады. Осы грант бойынша жылда болып жүрген грант түрі бұл. Қалай сіздерге ақпарат? Бәрі түсінікті ме? Сұрақтарыңыз бар ма? Тәуелсіздік ұрпақтарына айтып жібересің, не істеу керек? Мысалы, ол декретте болса, больницада істейді, декретте болса қатысуға бола ма? Тәуелсіздік ұрпақтарына бәрі қатыса береді. Жұмыс істесеңіз де, жұмыс істемесеңіз де, басты сізге көрсетілген 6 бағыт бойынша сіздің жобаңыз болу керек. Өзі бір белгілі уақытта өздерінің почтасы бар. Сол почта бойынша өздерінің құжаттарын қабылдайды. Тәуелсіздік ұрпақтары деп Google-ға жазсаңыздар, бұл жерде барлық ақпарат шығады. Сонымен қатар тәуелсіздік ұрпақтары бізде 2 түрлі болып келеді. Біреуі республиканский, біреуі бізде әр аймақтың, әр акиматтың өзінің жеке жариялаулары бойынша болады. Мысалы қараңыздар, сіздерде жетісу, бұл жерде не ерекшелігі бар? Бұл жерде әр акимат өздері жаңағы шарттарын жасайды. Көбінде акиматтан жасалынатын гранттардың талаптары 18 жастан 35 жасқа дейін болады да, ол кісілер айтады, мысалы, міндетті түрде жаңағы жұмыссыз ретінде тіркелген болу керек, немесе тағы да басқа да өздерінің шарттарын қояды. Бұл себебі ол кісілердің акиматтан бөлінетін қаражат болатындықтан. Я запись болады. 5 Келесі, миллион грант 5 миллион грант кезінде кішкене жеңілдірек болған, қазір шарттары қандай екен, айтып жібересіз? я қазір 5 миллион грантына тоқталамыз. 5 миллион гранты бізде бұрын бәрі қатыса беретін болған, білесіздер ғой, бәрі бізде кәсіпкерлер, ИП-ТО бәрі қатыса беретін болған. Қазіргі таңда ондай емес. Әлеуметтік кәсіпкер реестріне кіргендер немесе бір ауыл бір өнім жобасының финалистері ғана қатыса алады қазіргі таңда 5 миллион грантына. Яғни бізде бұл грант неге беріледі? Жабдық сатып алуға, бизнесті кеңейтуге, өндірісті дамытуға, әлеуметтік қызметкерлерді іске қосуға. Тек қана осы екі сатыға жататын кәсіпкерлер ғана қатыса алады. Мысалы, әлеуметтік кәсіпкерлер реестріне официально кірген кәсіпкерлер ғана, немесе бір ауыл бір өнім бағдарламасының финалистері қатысады. Бізде осы чатта қазіргі таңда көріп жатқан көрермендердің арасында бір ауыл бір өнімнің финалистері бар ма? Жоқ, иә? Жақсы. Әлеуметтік кәсіпкерлік деген не? Қарапайым тілмен түсіндіре кетейік, иә? Бұл әлеуметтік кәсіпкерлік деген сіз қандай да бір әлеуметтік мәселені шеше отырып табыс тауып отырсаңыз, сіз әлеуметтік кәсіпкерлікке жату мүмкіндігіңіз бар. Ол өзі 4 категориядан тұрады. Бір ауыл бір өнім туралы қазір әлеуметтік кәсіпкерліктен кейін айтып кетемін. Қазір бірінші әлеуметтік кәсіпкер деген кім екенін айтып кетейік. Бірінші категория ол бізде, егер сіз әлеуметтік осал топтарды жұмыспен қамтысаңыз, онда сіз бірінші категориямен қатыса аласыз. Ал егер сіз әлеуметтік осал топтардың өнімдерін немесе товарларын сатуға көмек көрсетсеңіз, онда сіз екінші категориямен қатыса аласыз. Үшінші категория, егер сіз әлеуметтік осал топтарға қандай да қызмет етсеңіз, ол үшінші категория болып табылады.
Төртінші, ол қоғамға пайдалы салалар, яғни білім беру, мәдениет, экологиялық жобалар, отбасы мен балаларға көмек, қандай да бір тренингтер өткізу деген сияқты жұмыстармен айналыссаңыздар, онда ол төртінші категория болады. Міндетті түрде сіздер бұл осы салада бір жыл бойы жұмыс жасаған болу керексіздер, және әлеуметтік салада табыс тапқан болу керексіздер. Мысалы, бірінші категория осал топтармен жұмыспен қамтысаңыздар, сіздер как жұмысшыларыңыздың саны төртеу болу керек кемінде, оның 50% әлеуметтік осал топтан болу керек. Мысалы, сізде 4 жұмысшы бар, оның екеуі көпбалалы отбасы болса, оның растайтын құжаттарын комиссияға өткізесіздер. Содан кейін сіздер бірінші категория бойынша әлеуметтік кәсіпкерліктің реестріне кіресіздер. Екінші, өнім сату бойынша, мысалы, сізде магазин бар делік, есіктің алдында әлеуметтік кәсіпкерлікке кірдік, бұйырса, Әйгерім, сенің берген бағыт бағдарымен. Бұл бұйырса осы жылы, осы кварталда бізде кірді, Әлеуметтік кәсіпкерліктің екінші категориясы, ол сіз әлеуметтік осал топты, яғни сізде магазин бар делік, мысалы, көрші сізде көпбалалы отбасыдағы ана ойыншықтар жасайды делік, сіз ол кісінің ойыншығын сатып алып, өз магазиніңізде сататын болсаңыз, және сіздердің өзара келісім шарттарыңыз бар болса, және ол кісіге сіздің қаражат аударғаныңыз жөнінде растайтын құжаттар бар болса, онда екінші категориямен сіздер қатыса аласыздар. Әлеуметтік қызметкерлер, мысалы, сіздер коляска делік, мүмкіндігі шектеулі жандардың коляскасын жөндейтін орталық болатын болсаңыз, онда сіз үшінші категориямен қатыса аласыз. Қоғамға төртінші, ол мысалы бізде дошкольная организация деп айтады, мектепке дейінгі даярлау орталықтары, бала бақшалар, экологиялық жобалар. Сол бойынша сіздер реестрге кіре аласыздар. Реестрге кіру үшін әр кварталда құжаттар қабылданады. Осы жақында 1 наурыз бен 15 наурыз аралығында құжаттар қабылдау болды. Енді келесі бізде июльде болады, Әлеуметтік кәсіпкерліктің мынаны скрин жасап алсаңыздар болады. Кейбіреулер әлеуметтік кәсіпкерлікке уже соңында шарттарына келіп тұрады да, бірақ ол кісілер кірмеген болып табылады да реестрға, себебі ол кісілер ақпаратты білмейді. Қайда не тапсыру керек, қандай құжаттар тапсыру керек деген сияқты. Ол жерде аса көп ешқандай құжат қажеті жоқ. Өзінің арнайы арыздары бар, сол шаблон бойынша толтырып, жаңағы растайтын құжаттарыңызды салсаңыз, одан кейін комиссия қарастырылады. Комиссияның алдында қорғап шығу керек болады өзіңіздің жобаңызды. Ал бір ауыл, бір өнім жобасы бойынша айта кетейік. Бір ауыл, бір өнім жобасында бізде өз өңіріңізде шығатын шикізаттан қандай да бір зат өндіретін болсаңыз, онда сіз бір ауыл, бір өнім жобасына қатыса аласыз. Шикізаттың 70% жергілікті жерден болу керек. Мысалы, егер сіз қандай да бір ауыл шаруашылығында, мысалы, өзіңіздің жаңағы ауылыңыздағы сүттен құрт жасайтын болсаңыз, немесе май жасайтын болсаңыз делік, тағы да басқа көптеген бізде өндіріс бар ғой, сол өндіріс бойынша қатыса аласыздар. Бұл көбінде өндіріс саласына жататын жандарға арналған. Бізде қазір атамекенде өтінімдер қабылданады. Қазақстан бойынша өз өңіріңіздің атамекеніне барып, өтініміңізді қалдырсаңыз болады. Бұйыртса, майдың аяғында, июньнің басында көрме болады. Ол жерде комиссия таңдау жасайды. Сол жерде полуфиналистерді таңдайды, одан кейін финалистерді таңдайтын болады. Егер сіз финалға өтетін болсаңыздар, осы жылдан бастап 20 адам финалға өтеді. Бұрын 10 адам өтетін. Жоқ, бұрын даже 3 адам өтетін, қазіргі таңда енді 10 адамға үлкейтілді деп айтты. Грант ала алмаудың 5 себебі. Өтінімнің 70%-ға дейін комиссия бізде бас тартатын себептері, ол көбінде тауарды алып сату грант
бізде приоритетный сектор экономика дейді ғой. Экономиканың приоритетті секторына сәйкес келмейді алып сату. Егер сіз алып сатумен айналысатын болсаңыздар, өкінішке орай гранттар сіздерді қаржыландырмайды. Нақты идеяның болмауы, бизнес жоспардың әлсіздігі, яғни өзіңіздің фишкаңыздың болмауы, жобаға бағдарлама шарттарына сіздің сәйкес келмеуіңіз, көбінде ең жиі кездесетін қателіктердің бірі ол талаптарды түсінбеу. Келесі бізде тақырып даму қоры арқылы алынатын жеңілдетілген несиелеу. Жеңілдетілген несие алған жандар бар ма? Негізі даму қоры кәсіпкерлерді өте көп қолдайды. Бізде бұл төмен пайызбен қайтарымды ақша, яғни кредит деп айтамыз ғой. Мен алғам дейді, жақсы, керемет. Бастапқы жарнасыз несиелер алу мүмкіндігі бар, иә. Қосымша кепілсіз алу, яғни егер сіз өзіңіздің мысалы өндірісіңізді дамыту мақсатында қандайды бір коммерциялық жаңағы помещение алам десеңіз, сіз сол помещениені залогқа қойып, басқа бұрын бізде банктер талап ететін, первоначальный взнос деп. Залогқа қойып дейді ғой, залогқа қоятын болсақ, басқа банктен де кредит ала бермейміз ба? Ау? Түсінбедім. Залогқа қойып кредит дегенде ол басқаларда береді ғой, залоговый кредит. Просто для бизнеса деген андай тегін берілу керек қой грантты. Жоқ, біз гранттар туралы айтып кеттік қой. Бұл енді жеңілдетілген несие туралы айтып жатырмыз. Бүгін біз гранттарды да айтамыз, жеңілдетілген несиелерді айтамыз, субсидияны айтамыз, одан кейін халықаралық гранттар туралы айтамыз. Зумның басында айтып кеттім ғой. Ал даму қоры арқылы берілетін қаражат ол жеңілдетілген несие. Кәдімгі банкта 28%-бен берсе, қазіргі таңда даму қорынан 12,6%-бен алу мүмкіндігі бар. Әлеуметтік кәсіпкерлікке кірсеңіз реестрге, ол жерде 11,3%-ға дейін түседі. Кейбір іскер аймақ бойынша, іскер аймақ бағдарламасы бойынша 7%-ға дейін жеңілдетілуі мүмкін деп қарастырылып жатыр. Енді қараңыз, даму қоры ол сізде алдағы уақытта қандай да бір коммерциялық помещение сатып алам десеңіз, сол помещениені ғана залогқа қойып, басқа ешқандай залог, первоначальный взнос тартпай-ақ сол несиені алу мүмкіндігі бар. Бұрын ондай То есть алатын зданияңды ғана залогқа қоясың, үйді қоймайсың, иә? Иә. Яғни 12,6% деген бізде ондай процент банктың өзінде жоқ. Өзінде как минимум 21, 22, 28%-ға дейін кетеді. Ал бұл сіз даму арқылы алатын болсаңыз 12,6%, жаңағы әлеуметтік кәсіпкерлікке кірсеңіз 11,3% деген сияқты несие алу мүмкіндігі бар. Бұл жерде бағдарламалар түрі өте көп. Енді қазіргі таңда істеп тұрған бағдарламаның бірі ол өрлеу бағдарламасы. Өрлеу бағдарламасы бізде жаңағы беззалоговый, залоговый деп қарастырылады. Қазіргі таңда беззалоговый тек қана тооларға беріліп жатыр. Freedom банкі арқылы онлайн өтінім қалтырып қатыса аласыздар. Ал залог бойынша залоговый кредитованияға қатысам десеңіздер, міндетті түрде жаңағы қоятын залогтарыңыздың оценкасын жасау керексіздер. Оценканың сумасына байланысты сіздердің жаңағы берілетін кредит сумасы анықталады. Және кредит алған кезде даму неге қарайды? Соңғы 3 жылғы сіздің жаңағы оборотыңызға қарайды, соңғы 3 жылдың несие тарихына қарайды, және де сіздің обороттарыңыздың жаңағы табысыңыз бір келкі өсу керек. Скачки деген болмау керек. Мысалы, бізде көп кәсіпкерлерде не себептен отказ келіп жатады? Себебі, мысалы, 2023 жылы ол кісілер жылдық отчетты, налоговый отчетты бізде 0-мен тапсырады да, 2024-те алады да 10 миллион көрсетеді, 25-ші жылы алады да 5 миллион көрсетеді. Одан кейін 26-ші жылы қайттан 20 миллион көрсетеді. Яғни осындай резкий скачоктарды көрген кезде сіздің бизнесіңіз жүйелі табыс алып келмейді деп түсінеді банк. Қазіргі таңда скоринг шешеді бұл жерде, ол жерде растау туралы адам шешпейді. Егер сіздерге өте көп кездесіп жатыр,
100% алып береміз дамудан деп айтады ғой. Ол рас дүние емес. Сондықтан өздеріңіз өтінім қалдырып та бұл грантқа несиеге қатыса аласыздар. Басқа адамдарға ақша беріп, процент беріп қатысудың қажеті жоқ. Яғни бұл скоринг бізде жаңағы автоматты түрде қазір налоговыйдағы сіздің барлық қарызыңыз болсын, табысыңыз болсын, автоматты түрде тартылады. Первый кредитный бюродағы данныйларыңызда автоматты түрде көрсетілетін болады. Сондықтан бұл жерде сіздер жаңағы 100% деп біреу бір нәрсе айтса, оған сенудің қажеті жоқ. Егер сіздің скорингтан өтпей тұрсаңыз, ол жерге адам араласа алмайды ешқалай. Так, ары қарай өтеміз. Қазақстан қаржыландыру көзі 10 көзі бар. Бізде мемлекеттік гранттар, әлеуметтік гранттар, халықаралық гранттар бар. Тәуелсіздік ұрпақтар гранты, Кока-кола белестері, даму кредиттері, даму өрлеу, бір ауыл бір өнім бағдарламасы және субсидиялар, инвестициялар, Соның бірі бізде субсидия бағдарламасы. Субсидия жалақыны жеңілдету мақсатында ашылған. Бұл бағдарламада субсидия алған жандар бар ма? Жалақысын жеңілдетіп отырған жаңағы бізде жұмысшыларын қазір еңбек KZ арқылы субсидияланатын жұмыс орындар туралы айтатын боламыз қазіргі таңда. Егер бизнестің бізде шығындары бар, сол шығындардың арасындағы ең үлкен шығындардың бірі ол бізде жалақы болып табылады. Субсидияланатын ол бізде жалақыны субсидиялау. Яғни бұл жерде сіздерге ғана пайда алып келмейтін, қоғамға да пайда алып келгендеріңіз үшін бұл қаражат сізге бөлінеді. Кешіріңіздер. Яғни қараңыздар, әр бағдарламаның өз миссиясы бар деп айттым, бастапқыда. Мысалы, бізде қазіргі таңда 4 бағдарлама ғана қалды. Бастапқыда 6 бағдарлама болған. Бұл субсидия бойынша да қазіргі таңда 1 апрельден бастап, 1 сәуірден бастап барлық шарттары өзгереді. Бұрынғыдай бәрі ала бермейді. Бұрын епісі обороты бар да, жоқ та, помещениясы бар да, жоқ та, бәрі алатын, Қазіргі таңда енді 1 апрельден бастап ондай жоқ. Қазір 1 бағдарлама ол қоғамдық жұмыстар. Қоғамдық жұмыстар, яғни арнайы мамандығы жоқ адамдарды уақытша жұмысқа орналастырғандарыңыз үшін сіздің жұмысшыңыздың жалақысын мемлекет толықтай төлеп береді. 30 МРП. Бұл жерде және барлық әлеуметтік төлемдерді мемлекет төлейді. Яғни жаңа пенсионный взнос, социальное отчисление деп айтады ғой бізде, әлеуметтік төлемдер. Екінші бағдарлама ол жастар практикасы. Соңғы 5 жылда оқу аяқтаған жас маманды егер сіз жұмысқа алсаңыз, сізге мемлекет толықтай жаңағы жас маманның жалақысын төлеп береді. Әлеуметтік жұмыс орындар бұл қоғамдық жұмыс орындарымен ұқсас, тек қана бұл 35%-ын ғана төлейді. Қоғамдық жұмыстарда мемлекет толығымен төлеп берсе, әлеуметтік жұмыс орындарда сіз мысалы 100 мың теңге жалақы қойсаңыз, соның 35%-ы, 35 мың теңгесі жаңағы сіздің жұмысшыңыздың карточкасына түсіп отырады. Күміс жасы жобасы, яғни 50 жастан асқан азаматтарды жұмысқа алсаңыз, 3 жыл бойы сіздерге сол кісінің жалақысының 1 жылы 70% түсіп отырады, 2 жылы 65%, 3 жылы 60% беріліп отырады. Бұның өзі кәдімгідей көмек болып саналады. Жаңағыдай айтқанымыздай қоғамдық жұмыстар бізде. Бұл жерде сіздер студенттерді, оқушыларды да алу мүмкіндігі бар. Ол тек қана өтінім қалдырған кезде жаңағы оқушыларға арналған деген галочканы қоясыздар, және ол кісілерді тек қана каникул кезінде сіздер жұмысқа аласыздар. Мысалы, бізде каникул қашан басталады? Майдың аяғында и августтың 31 күні сіз ол кісілерді уже жұмыстан шығару керек боласыз. Және бұл бағдарлама бойынша көбінде өтінімдерге отказ келеді, сіздерге көп адамдар түсінбей жатады. Бұл жерде маңыздысы, сіз мамандығы жоқ, яғни профессияны көрген кезде қоғамдық жұмыспен, мысалы, бухгалтер деп берсеңіз заявканы, сізге отклон басылады. Бұл жерде мысалы күзетші, сторож,
жаңағы еден жуушы деген сияқты, яғни арнайы мамандығы жоқ мамандарды алатын болсаңыз, бұл қаражат беріледі. Профессия без квалификации дейді ғой. Жаңағы квалификациясы жоқ мамандар. Егер осындай бойынша алғыларыңыз келсе, онда қоғамдық жұмыстарға өтінім бере аласыздар. Екінші бағдарлама жастар тәжірибесі, яғни алдында айтып кеткендей, 5 жылда оқу аяқтаған жастар. Мысалы, сізде дипломында бухгалтер деп тұрса, сіз ол кісіні тек қана бухгалтер ретінде ала аласыздар. Басқа мамандығы жаңағы продавец деген, маркетолог деп берсеңіздер, міндетті түрде сіздерге атқылым келеді. Бұл жерде 30 МРП, қазіргі таңда 30 МРП-міз 129.750 теңге. Сол жерден барлық әлеуметтік төлемдер ұсталып қалады да, жұмысшыңызға бір 100-105 мың аралығында сума түсіп отырады. Міндетті түрде жас ерекшелігі 18 жас пен 35 жас аралығында жұмысшыларды ғана аласыздар. Диплом соңғы 5 жылда аяқталған болу керек. Келесі әлеуметтік жұмыс орындар, жаңағы айтқандықтай, әлеуметтік жұмыс орындары мен жаңағы қоғамдық жұмыс орындары екеуінің бір ерекшелігі, ол күнтізбелік жылға, календарный год деп айтады. Яғни сіз ол кісілерді қай айдан алғаныңыз байланысты емес, ол договор 31 желтоқсанда бітеді. Яғни қарай созылмайды. Ал бізде мысалы жастар практикасы, тәжірибесі және күміс жас бағдарламасы жылдар созылатын болса, әлеуметтік жұмыс орындары мен қоғамдық жұмыс орны созылмайды. Яғни сол жылы 31 желтоқсанмен жабылады қаражат. Сіз 1 желтоқсан күні алсаңыз да жұмысшыңызды, 31 күні аяқталады бұл бағдарлама. Келесі күміс жас жобасы бойынша өтінім берген кездегі бір ерекшелік, бұл жерде ауыр жұмыстарға өтінім берсеңіздер, сіздерге отказ келеді. Ауыр жұмыс дегеніміз ол қалай, мысалы, грузчик деген бар, зав склада, немесе қандай да бір осындай физикалық тұрғыда ауыр келетін жұмыс мамандық иелеріне өтінім берсеңіздер, күміс жас бойынша сіздерге отказ келеді. Сондықтан бұл жерде міндетті түрде жаңағы өтінім бергенде мұқият қараңыздар. Кімдер қатыса алады? Бұл осы Қазақстанда кез келген кәсіпкерлер міндетті түрде соңғы 12 айда тіркелген болу керек, яғни 1 жылдан асқан кәсіпкерлер, ешқандай қарыздар болмау керек. Налог бойынша болсын, басқа тұрғыда болсын, ол базада көрініп тұрады. Тұрақты әлеуметтік төлемдер, яғни өзіңіз үшін, басқа да жұмысшыларыңыз үшін банкроттық рәсімді болмауы, электрондық еңбек шарттарын рәсімдеу, яғни еңбек HR ғой бізде қазіргі таңда, еңбек HR-ға тіркелген болу керексіздер. Енді 1 апрельден бастап қандай өзгерістер болды? Ол бізде міндетті түрде сіз өтінім берер алдында өзіңізде тіркелген, өз қалтаңыздан төлеп жатқан жұмысшыларыңыз болу керек. Оның 40%-на ғана сіздер өтінім қалдыра аласыздар. Мысалы, сізде 10 жұмысшы тіркеліп тұрған болса, 40%-ы 4 заявка ғана қалдыра аласыз. Вот. Сондай ерекшеліктер пайда болды қазіргі таңда. Одан кейін бір адамның атында ИП, ТО, ООО болатын болса, сіз тек қана бір организациядан өтінім қалдыра аласыз. 3 организациядан бірақ өтінім қалдыра алмайсыздар. Яғни үшеуінің ішінде біреуін таңдау керек болады. Немесе ИП-сі да, ТО-сі да бар адамдар бар, иә? Сол жағдайда сіздер тек қана бір организациядан өтінім қалдыра аласыздар. Бұл бәрі автоматты түрде тексеріледі, базада бұл бәрі қазір цифрланған. Автоматты түрде сізге шығып тұрады, өтінім қалдыра алмайсыз деген сияқты. Яғни базаны ешқалай сіз алдап кете алмайсыз. Субсидия бойынша қандай да сұрақтарыңыз бар ма? Бәрі түсінікті деген ойдамын. Менің сұрағым бар сізге. Естіліп тұр ма? Я, естіліп тұр. Жаңа сіз айтып отырсыз, талаптар бойынша мамандық талап етпейтін жұмыс орындары дегенде балалар деп айтыңыз, оқушылар. Қазір менің естуімше 14 жастан бастап, мысалы, жазғы мезгілде балаларды жұмысқа алу. Я. Мен студенттер мен оқушылар үшін. Именно мен оқушы балалар, студенттер емес. Балаларға сол кезде олар қандай жұмыс жасайды? Көбінде Мысалы, көше сыпырып, грузчик болу деген бала оған бола алмайтын сияқты ондай жұмыс. жоқ, арнайы мамандар бар ғой, көбінде ол кісілерді не қоғамдық жұмыс бойынша
балаларға арналған жұмыстар, мысалы делопроизводитель, көмекші деген сияқты арнайы мамандықты талап етпейтін жұмыстар бар ғой, соған алады. Мгм. Оған Көбіне 14 жастағы баланы алғанда ата-ананың рұқсаты міндетті түрде керек ше? Иә. Яғни бұл жерде сіз ол баланы іздеп жүрмейсіз ғой. Ол жерде сіз өтінім қалдырасыз, сізде вакансия жарияланады еңбек кз-де. И сол жерде жұмыс істей алатын ата-анасының уже рұқсаты бар адам өтінім қалдырады сізге, отклик тастайды собеседование. Сол жерде собеседование өткізе отырып, сізге ол сәйкес келе ма, келмей ма, соны өзіңіз таңдап аласыз. Яғни сіз мектепке барып бала іздеп жүрмейсіз. Ол да қарастырылған. Енді кері жағы, егер мен мысалы ата-ана болып баламды сондай жұмысқа бергім келсе, ондайға да өтініш қалдыру еңбек керек па, қалай болады? кз-ге тіркеледі. еңбек кз-ге жұмыс іздеуші, яғни соискатель ретінде тіркеледі да, сол жерден вакансиялар қарайды. Тек қана Уақытша тіркелу ғой бала үшін, иә? яғни тек қана каникул кезінде ол кісі жұмыс жасай алады. Яғни каникулға қашан шығады бізде? 25 майдан бастап, иә? 25 майдан кейін тіркеледі да, одан кейін вакансияларды қарайды. Вакансияларды қараған кезде именно қоғамдық жұмыстар деген галочканы қояды. еңбек кз-де ол бар. Соны қою арқылы табады. Именно осы қоғамдық жұмыстар деген не бойынша өтінім қалдырса ғана ол кісі сол жерге бағдарламаға қатыса алады. 31 августта ол кісіні міндетті түрде жұмыстан шығарады. Яғни ол кісінің орнына басқа адамды алу деген сияқты мүмкіндіктер берілмейді. Яғни бұл договор сіздерде 3 айға жарамды. Ол өтінімді алдын ала беруге болмайды, тек майдың соңында ғана беру керек па? Балаңыз ба? Балаңыз, иә? Иә, мысалы бала, иә. Иә, балаңыз сол уақытта тіркеледі еңбек кз-ге. Сол жақта өтінім қалдырады. Ал енді Рахмет. Жақсы. Соңғы бізде презентация, ол бізде халықаралық гранттар жөнінде. Халықаралық гранттар бізде кәдімгі біздің гранттарымызға қарағанда мүмкіндігі жоғарырақ. Презентация бәріңізге көрініп тұр ғой, деймін, иә? Көрініп тұр ма? Так. Егер Гарвард зерттеулеріне сәйкес, жыл сайын бүкіл әлем бойынша 230 мың грант бөлінеді екен кәсіпкерлерге. Оның ішінде 1% бізде қазақстандықтарға тиесілі десек, ол жылына 2300 халықаралық грантқа бізде қазақстандықтар қатысу мүмкіндігі бар. Бірақ бізде өте аз қатысады. Не себепті? Себебі бізде білмейміз, иә, ол туралы. Енді қазіргі таңда бізде Cartier, мысалы, ең ерекше ол Cartier. Cartier'ні біз бәріміз не? Украшение ретінде ғана білеміз, иә? Жаңағы әйел адамдарға арналған сәнді бұйымдар, сағаттар, сырғалар деген сияқты әшекей бұйымдарды шығарады, иә? Бұл ұйым бізде бұл кісілердің заттары әйел қауымына арналған болғандықтан жыл сайын әйел кәсіпкерлерге арнап гранттар ойнатады. Бірінші орын $100,000, екінші орын $60,000, үшінші орын $30,000. Бүкіл әлем бойынша әйелдер қатыса алады. Міндетті түрде сіздің проектіңіз табыс алып келу керек. 51% жаңағы басшылықта әйел адам болу керек. Яғни, мысалы, сізде туы бірнеше учредитель болатын болса, соның ішіндегі учредительдер саны басымшылығы әйел адам болу керек. ИП болса, ИП ретінде қатысасыз, ТО болса, ТО ретінде қатысасыз деген сияқты. Бұл жерде бүкіл әлем әйел заттары қатыса алады. $100,000 дейін міндетті түрде. Енді бұйырса 2026 жылғы өтінім қабылдау 16 апрель, яғни сәуірден бастап 24 маусымға дейін қабылдау болады. Осы грантқа өтінім қалдырсаңыздар болады. Бұны да сіздер интернеттен Cartier грант деп жазсаңыздар шығып тұрады. Яғни бұл да ашық ақпараттың бәрі интернетте бар. Кез келген грантты бізде интернет, Google арқылы таба аласыздар. Екінші бізде грант, ол L'Oreal. L'Oreal'ды бәріміз қалай білеміз? Косметика шығады. Косметика шығарады. Бұл кісілер Cartier сияқты $100,000 дейін гранттар ойнатылады. $40,000 дейін зерттеу стипендиялары беріледі. Бәріне белгілі ерекше компанияларда бізде осындай гранттар ойнатылады. Одан кейін бізде Жапония елшілігінің гранты бар. Бұл көбінде әлеуметтік
жаңағы қандай да мәселені шешетін проекттерге бөлінеді. Мысалы, денсаулық сақтау, әртүрлі коррекционный центрлер деген сияқты, экологиялық проекттер деген сияқты сондай проекттерге беріледі. Бұл ерекшелігі, бұл гранттың сіздер егер бір рет алсаңыздар және жақсы нәтиже көрсетсеңіздер, келесі жылы қайтадан қатыса аласыздар. Яғни андай бізде 5 миллион грантын бір рет алсаң, екінші рет ала алмайсың ғой. Ал мемлекет халықаралық гранттарда сіз егер жақсы нәтиже көрсеткен болсаңыздар, қайта бұл қаржыландыруға қатыса аласыздар. Бастысы өз отчеттарыңызды дұрыс тапсырып, жаңағы бұл жерде сіздерге ақша счеттарыңызға түскеннен кейін бәрін безналичный расчет деп айтады. Бізде платежкамен төлейсіздер. Яғни сатып алатын, оборудованияны сатып алатын ИП немесе ТО-ға ақша аудару арқылы төлейсіздер. Қолдарыңызға ақша шешіп алмайсыздар. Соны ескеріңіздер. Кез келген мемлекеттік грант болсын, халықаралық грант болсын, бәріндегі ерекшелік сол шарт. Яғни сіз бизнес планда не жаздыңыздар, тура сол расход шығындарды көрсету керек боласыздар. Мысалы, егер сіз бизнес планда жазған кезде ноутбук, мысалы, Lenovo деп жазасызда, бірақ HP аласыз. Бұндай жағдайда сізден жаңағы қаражатты кері талап ету құқықтары бар. Сондықтан бизнес план жазған кезде мұқият қараңыздар. Міндетті түрде өздеріңізге керек құрал жабдықтардың тізімін, модель, маркасын бәрін жазғандарыңыз дұрыс. Әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, бізде бір жылдары Ресейдің санкциясына байланысты кейбір құрал жабдықтар болмай қалды да, бізде грант ұтқан жандар сонда қиындықтармен кездесіп қалды. Ондай жағдайда грант бөліп отырған ұйымға сіздер ресми хат жолдайсыздар. Осындай жағдайларға байланысты бізде мына құрал жабдықты, мынандай құрал жабдықта ауыстыруымызға рұқсат берулеріңізді сұраймын деген сияқты сондай хаттар жазу арқылы сіздер өздеріңіздің жаңағы алдағы уақытта ақшаларыңызды кері талап етпейтіндей өздеріңіздің кепілдіктеріңіз болады. Жапон елшілігінің суммасы да $100,000 дейін, бірақ байқағанымыздай бұл грант түрінде $100,000 аса да проекттер ұтқандар бар. Қазірдің өзінде сіздерге көрсете кетейін. Қалай қарайсыздар оны, Қазір. Міне, бізде корни травы деп аталады. Негізі бұл грантовая программа корни травы. Мына жерде бүкіл шарттары жазылған. Және мына жерден сіздер бұрын кімдер ұтқаны туралы көре аласыздар. Соңғы жылдарға барайық. 2025, мысалы, реабилитационный развивающий центр «Страна чудес». Мысалы, $64,000 ұтқан, Мына жерде Жамбылская область, управление здравоохранения $68,000, 95,000, мысалы, Семейский медицинский университет. Міне сумма $100,000 мен шектелмейтінінің себебі міне $298,000 да ұтқан кезі бар. Талдықорғандағы спортивно-реабилитационный центр инвалидов города Талдықорған, мысалы, Сондықтан шектеу жоқ бұл жерде. Бастысы сіздің проектіңіз қандай да бір әлеуметтік көмек алып келу керек. Ары қарай өтейік. Халықаралық гранттардың ерекшеліктері, бізде халықаралық гранттар өзі бірнеше салада бөлінеді. Біреу ол көбінде медицина саласы, одан кейін гендер мәселесі, яғни әйелдерге арналған гранттар, экологиялық гранттар және де бізде жастарды қолдау гранттар болып табылады. Барлық гранттардың ерекшелігі бізде бірінші кезден ол көбінде эссе ретінде жазылады. Яғни скелет дейді ғой, подачи. Көп гранттарда бірінші сіздерден эссе сұрайды. Ол эсседе сіз қысқаша өзіңіз туралы жазасыз, проектіңіз туралы жазасыз, және де үшінші бөлімде сіз өзіңіздің проектіңіздің қоғамға алып келетін пайдасын толығынан ашып жазуға кеңес беремін. Әлеуметтік әсерін кеңінен айтқан дұрыс.
сіздердің эсселеріңізді қабылдағаннан кейін сіздерден финансовый план сұрайды, яғни қаржыландыру бойынша қандай қайда ақшаны жұмсайсыз және қандай да сіздердің жаңағы проекттің ақталу уақыты дейді ғой, ақталу уақыты қай уақытта болады деген сияқты, және алдағы жоспарларыңыз бойынша әртүрлі жаңағы сұрақтар болады. Бұл бізде кейстеріміз, біздің Жансая Тараз, бұл бізде көп балалы ана, бұл кісі бізге 2019 жылы келген кезде үйде отырған көп балалы ана болатын. Қазіргі таңда ол кісі 400 МРП-сін ұтты, 5 миллион грантын ұтты, әкімдіктен грант ұтты, жалақыны субсидиялау бойынша да қатысты. Қазіргі таңда әлеуметтік кәсіпкерлікке де кіру өтінімі қалдырылды. Қазіргі уақытта 3 салада өзінің бизнесі бар. Бірінші ол тігін цехы бар, балабақшасы бар және білім беру орталығы Таразда. Одан кейін бізде IB, яғни Секерхан Бұлбұл, бізде жиһаз өндірісі. Бұл кісі де бізде әртүрлі бағдарламаларға қатысып білім беру орталығын ашты, одан кейін жеңілдетілген несие алды. Бұл біздің өмірден алынған кейстеріміз және біздегі қызмет көрсету тарифтарымыз. Яғни біз міндетті түрде бір реттік кеңес бермейміз, жыл бойы жылдық сопровожденияға ғана аламыз. Мемлекеттік гранттар бойынша, субсидиялар бойынша және халықаралық гранттар бойынша да бізде сопровождение жасау мүмкіндігі бар. Егер жазылам десеңіздер, Инстаграмға жазылып алыңыздар. Ол жерде бізде тегін ақпарат өте көп бөлсеміз. Бірақ орыс тілінде көбірек, себебі қолдау жаңағы обратная связь дейміз ғой, орыс тілінде өте көп болады. Сондықтан басында біз қазақ тілінде бастағанбыз, аса кері байланыс болмағандықтан біз ақырындап орыс тіліне ауыстық. Егер сіздерде қазіргі таңда қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер, мен сіздерге толықтай айтып беруге тырысамын. Қайтарымсыз 400 МРП Секерхан Бұлбұл, сұрақтарыңызды күтемін. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда осымен аяқтайық. Менің бір сұрағым бар. ИП ТО-дан басқа, қазір шығып отыр самозанятый деп. Солардың өздерінің нелері бар, шарттары, талаптары, қандай мүмкіншіліктері бар, соны айтып берсеңіз. Самозанятыйларға аса мүмкіндік жоқ. Яғни ол жерде сіздерде ИП болмайды ғой. Ол кісілерге мемлекеттен жаңағы бұл жерде қарастырылған бағдарламалар аса жоқ. Грант болсын, несие болсын, міндетті түрде тіркелген ИП немесе ТО-ңыз болу керек. Самозанятый ретінде ол жерде сіз 4% төлейсіз түскен қаражаттан. Ол жақта ешқандай мынандай қаржыландыру көздері қарастырылмаған. Самозанятый режимі ол бізде осы жыл ғана қосылды, сондықтан алдағы уақытта болуы мүмкін ғой. Кімнің қандай сұрақтары бар? Так. Кеш жарық. Кеш жарық. Айгерім Садыковна, запись болады ма? Болады. Мен интернет лақтырып жатыр мені. Қайта. Болады. Запись жүріп жатыр қазіргі таңда. Халықаралық балаларға арналған шығармашылық байқауларға болады ма? Әрине болады. Халықаралық гранттарда егер мән беріп қарайтын болсаңыздар, $500 бастала, ары қарай шексіз гранттар суммасы бар. Себебі ол жерде аудиокнига шығарам десеңіздер де, жаңағы қандай да бір әлеуметтік салада болса, немесе қандай да бір творчество деп айтамыз, шығармашылық саласында болса, кино түсіруге, ол жерде шектеу жоқ. Әр саланың өзінің финансирование бөлетін фонды бар. Сондықтан ерінбей Google-ға жазамыз. Google-ға жазған кезде қалай қараймыз? Міндетті түрде жазамыз.
Международные гранты для Центральной Азии. Международные гранты для бизнеса Центральной Азии деп. Не себептен орысша, себебі бізде международный гранттар, ол жерде біз, мысалы, біздің де жұмысшыларымыз қараған кезде орысшаға аударады, одан кейін барып біз қазақшаға аударып, басқаларға түсіндіреміз, иә. Сондықтан ол заман талабы деп айтса да болады. Орысша жазсаңыздар көбірек список шығады. Сондықтан Google, Яндекс, кез келген, даже бізде қазіргі таңда ChatGPT бар ғой, бірақ ChatGPT-дің артынан тексеру керек болады. Міндетті түрде тексеріңіздер. Одан кейін тағы бір ескере кететін жағдай, международный грант деп жарияланады да, одан кейін өтінім қалдырған кезде сіздерден ақша талап етсе, регистрация үшін немесе қандай да бір сіздің өтініміңізді қарастыру үшін мынша да ақша төлеңіз десе, онда өтінім қалдырмағандарыңыз дұрыс. Кез келген шынымен жұмыс жасайтын фонд бәрін тегін қарастырады. Яғни сіздің заявкаларыңызды тегін қарастырылады. Және міндетті түрде сіздерге беретін өзімнің атынан кеңес, ол электронды почта. Электронная почта бар ғой, грантқа арнайы бөлек ашып қойыңыздар. Себебі біздегі мына халықаралық фондтар тек қана электронный почта арқылы байланыс ұстайды. Егер сіздерге қандай да түзету қажет болса, сіздің проектіңіз бойынша сіздің почтаңызға келеді, и сіздерге қандай да бір уақыт беріледі. Мысалы, мына қателігіңізді сіздің 25-ші наурызға дейін түзетулеріңізді сұраймыз деген сияқты сондай хаттар келген кезде сіз өткізіп алмау керексіздер, және сол уақытта жаңағы түзетулерді енгізіп үлгеру керексіздер. Егер өзгертулерді жасамасаңыздар, автомат түрде сіздерді грант алудан шығарып тастайды тізімнен. Сондықтан электронный почта өте маңызды. Көбісінде келетін қателік, что бұрынғы почталармен салып қояды, оның ішінде көптеген рекламалық рассылкалар болады, сонымен шатасып қалып кетеді, көрмей қалады кері байланысты. Сондықтан маңызды, халықаралық фондтар сіздермен байланысты электронды почта арқылы ұстайды, сіздерге звондамайды, WhatsApp-қа шықпайды. Оларда біз мысалы тұра салып WhatsApp-та қарасақ, ол кісілерде бірінші очередьте почта тексереді, халықаралық фондтар. Сондықтан бұл лайфхактардың бірі деп айтса болады. Және де бұл ақпараттардың бәрі бір жабық каналда емес, ол ешкімге андай бір тығылып қойған жерде емес. Оның бәрі открытый доступ дейміз ғой, ашық алаңда бар. Просто дұрыс запрос енгізу керексіздер Google-ға. Одан кейін бізде қазір WhatsApp группа бар. Сол жерде күнделікті түрде біз сағат 10 мен 11-дің арасында 2-3 гранттан салып отырамыз, халықаралық гранттан. Ол тексерілген фондтар, сіздер соларға өтіп, ары қарай өтінімдеріңізді өздеріңіз қалдырсаңыздар болады. Я біз сіздер көмектесесіздер ме? Я бізде көмек көрсетеміз. Біз консалтинг қызметтерін көрсетеміз 2019-дан бері. Мемлекеттік гранттар болсын, халықаралық гранттар болсын, жаңағы сопровождение жасаймыз. ИП 6 ай ашылғанына киім сатамын, несие береме. Торговля бойынша бізде несие, внутренняя торговля деген бағдарлама бар, бірақ ол әлі ашылмады. Онда 75% бойынша. Осы жылы финансирование болған жағдайда берілуі мүмкін. Бірақ ол несиеге бізде Алматы, Астана және Шымкент қалалары қатыса алмайды, тек қана региондар қатысады. Даму сайтына кірсеңіз, сол жерде осы бағдарлама бойынша толық ақпарат жазылған. Менде бизнес бар, бірақ грант алмадым. Грант алмасаңыз, қатысыңыз. Мен алғам. Күттік. Кімде қандай сұрақтар бар? Бір ауыл бір өнім бағдарламасы түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда уақытымызды алмай эфирді аяқтайық. Мына менің инстаграмым, осы инстаграмға жазылып алсаңыздар болады. Одан кейін инстаграмға жазылғаннан кейін сториске плюс қалтырсаңыздар, біз сіздерге группаның, жаңағы гранттармен бөлісетін группаның ссылкасын жібереміз. Сол бойынша қосылып алсаңыздар болады. Гранттар туралы ақпарат күнделікті болады. 2-3 гранттан әртүрлі темада, яғни экология, білім саласы, жаңағы көбінде біз соцпроекттерге көмек көрсетеміз, яғни социальный проекттер, қандай да бір
Қазына Траст тоже грант бар. Самұрық Қазына Траст ол көбінде әлеуметтік проекттерді қолдайды. Яғни мысалы реабилитационный центр долголетия деген сияқты қандай да бір осындай әлеуметтік проекттер бар болса, сметаларыңыз болса, онлайн түрде жаңағы өтінімдеріңізді қалдырсаңыздар болады. Қазіргі таңда 1 апрельге дейін олар өтінімдер қабылдап жатыр. Самұрық Қазына Траст. Презентация жібересіз бе? Жақсы, жіберемін. Сіз қай чаттан? Общий чатқа жіберем. Жақсы. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, қайырлы кеш, онда жақсы демалыстарыңызды өткізуге тілектеспін. Бүгінгі берілген ақпараттар сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Запись болады, оны чатқа саламыз. Егер чатта жоқ адамдар болса, инстаграмға жазыңыздар. Біз міндетті түрде сізге чаттың ссылкасын жіберетін боламыз. Ең басты сіздерге айтатын тілегім, ол ештеңеден қорықпаңыздар, қатысыңыздар. Рамка только в ваших головах деп айтады ғой. Ол ешқандай шектеу жоқ. Мүмкіндіктері өте көп. Сондықтан іздеңіздер, қараңыздар, мемлекеттік қана гранттарға ғана қарап қалмай, шетелдің халықаралық гранттарына да қатысыңыздар. Сәттілік, сау болыңыздар. Рахмет, Айгерім, көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сұрақтар жоқ қой ешқандай, мен Сарқантаудан қыздары. Значит, жоқ. До свидания дейді. Значит, жоқ, ешкім қоймады, сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет, Айгерім. Жақсы, сау болыңыз. Запись Әйгерім, общий чатқа қосып қойсаңыздар, номер қалдырып кетіп едім. Мен общий чатта жоқ едім. Жақсы. Сау болыңыздар. Жақсы.